Мен көрініп тұрмын ғой, иә, қыздар. Мен просто надан өзімді көрмеймін да. Мен көрініп тұрсам болды. Экран көрініп тұрса болды. Почему интересно? Мен сіздерді көремін, неге өзімді көрмеймін? Мен соны таңғаламын. Все көрініп тұрсыз дейді. Все хорошо. Ал қыздар, бүгін продукция жайлы айтатын боламыз. И в основном мен өзім қандай продукцияларды қолданамын, солар жайлы айтатын боламын. Деп келген кезде, тіркелген кезде енді мен мысалы деп сразу продукцияға келген жоқпын. Мен бірден маркетингқа келдім, иә. Тіркелген кезде сразу маркетинг қарадым. Маркетинг ұнағаннан кейін барып продукцияға көңіл бөлме. И продукциялардың отзывтарына біз ең бірінші өзіміз тіркелгенде бұл продукцияны қолданып көрмегенбіз. И мына татарлардың отзывтарына Чоканай мына баланы ташталдырды. Сендер барыңдар. Мен мына жұмыс орным. И не татарлардың отзывтарына көңіл бөлдік и соларды тыңдадық. Ең бірінші татарлардың айтқаны ол каштангель и чили паприка. Мен в основном каштангельді балаларға жағамын, а чили паприканы в основном өзіме жағам. И күйеуім екеуміз осы каштангель мен чили паприка. Каштангель охлаждает, қыздар. Чили паприка несі қандай күшті. Сәлеметсіз, Айгүл ханым, қалыңыз қалай? Қызыл, түсі қызыл болады. Ал ненікі, каштандікі жасыл болады. Бұл не істейді? Бұл қыздырады, қыздар. Өте күшті қыздырады. Енді мен қай кездерде қолдандым, соны айтайын, отзыв ретінде. Ең бірінші мен өзім қатты қолданғаным. Менің кейде прям басым солқылдап ауырады. Аяқ астынан кей кезде, или кей кезде басымды жуғаннан кейін, былай кептірмей ұйықтап қаламын ғой, таңертеңінде прям мына төбелерім прям ісіп кеткен сияқты ауырады шы. И кәдімгідей басым былайынан бір дәу болып кете ма, сондай болып кетеді. И сол кезде мен осы каштанды аламын да, мына желкеме бірінші осылайынан желкеме массажировать етіп, мына төбесіне былай шашымның орталарына прям қолымды жіберіп тұрып, сосын кейін мына екі маңдай тұсыма, мына құлақтың артына етемін да, сосын кейін кішкене бір көрпешек бірдеңкені оранамын да, жата қаламын, орамалды оранамын да, жата қаламын. Қыздар момент тыйылады ғой. Бір кішкене жатқаннан кейін бұрқ етіп, даусыңыз естілмейді, қоссаңыз болады, Айгүл ханым. Бұрқ етіп терлейсің де. Айгүл ханым, сіздің даусыңыз естілмейді, бірдеңке айтсаңыздар, микрофон қосып айтыңыздар. Бұрқ етіп терлейсің де, прям кәдімгідей күшті неден жазыласыздар, иә. И екінші тағы да қолданатыным, прям мына кеудемнен, мына жерімнен, и мына жауырынның астынан шы, как будто бір инені сұғып алған сияқты бір боль болды шы. Кәдімгідей бүйтіп қолым шынтағымды бүйтіп қолымды көтерсем, қолым дұрыс көтерілмейді. Көтерсе бір демалған. Мен бірінші ойлағаным, мен жүрегім деп ойладым шы бәнді. Неше түрлі естисің ғой енді. Сөйтсем, соның алдында жаназада болдық та, сонда түнде стол жасасып айтып бүйтіп, соның нелерін дайындалдық қой енді ертесінде. Сол кезде ұстап қалған ғой, сол терлеп жүріп, саяқ жуып шешініп жүрген кезде, тура жауырыннан ұстайды ғой мына жерімнен. И соған жағам ғой, бауыржанға айтам, и былайына массажировать етіп жағып береді. Бір-екі жаққаннан кейін сап тыйылады. Бұл өте күшті. Сосын кейін менде Мариям деген ханым болған командамда. Сол кісі осыны айтты. Қолым мүлдем көтерілмей қалды деді. Көтерілмей деп, мысалы, біз қазір мысалы спокойно қолымыз көтереміз ғой, ол айтады, бір қолым вообще көтерілмейді дейді. Көтер алмаймын ана қолды деп. Больницаға барам ғой деп отырмын. Сосын ойладым дейді, осы чили паприка бар ғой, соны жағайыншы деп, мына иықтан былайынан жағып жатып қалған ғой. Таңертең тұрсам дейді, как будто ничего не было дейді. Қолым содан ол кісі нешеуін сатты ғой бұны.
тек қана осының өзімен жұмыс жасауға болады деп осыны сатты ол кісі. В основном осымен сатып жұмыс жасады. Бұның тағы да размері бойынша мынандай түрі бар. Мына двойной эффект деп аталынады. Бұл сықпалы. Бұл да енді не? Каштангелдің де тура осындай объемдағы 500 миллилитрлігі, 250-лігі. Бұрын еще 150-лік болған, қазір в наличие жоқ. Осы продуктының өзімен ақ бізде жақсы табыс табуға болады. Осы екі. Тағы бір күні үйіме қайным келді. Түнге таман келді, стройкада жұмыс жасайтын. Ол кезде әлі бойдақ кезі, үйленбеген кезі. Сосын келді, заңғардың бөлмесін салып, күрік жөтелетші кәдімгідей на весь дом. Сосын Баукаға бардым да айттым, мына бауырыңды сыла. Ана барды, арқасын сылап берші. Сосын кейін айттым, мына құлақтарына, мына жерлеріне, кеудесіне, арқасына и табанына, икры балтырына жақсында ұран жатсын депші. Ойбай, сіздерге өтірік, маған шын момент. Бір 5-10 минуттан кейін тыйылады ғой. Қайным деген рахметін айтып, мамасына звондап, мамасына осындайдан 2-3-еуін алдыртып айтады, мама мынау күшті екен деп. Кәдімгідей жөтелді қойдырады ғой. И мен балаларды обязательно, мысалы, бір жерге моншада болса, моншадан кейін сразу сылап қоям, чтоб суық тиқанбасын депші. Өйткені су денемізге дұрыс орамалмен сүртіндік дегеннің өзінде де тері қатып қалады деп қоям. Вообще керемет. Бұл каждый үйде болу керек. Объемный, 500 мынау спокойно жетеді. Бізде еще тағы да бір отзыв болған. Жарайды, сосын әкеп берем. Амина, заңғар барып, чупа-чупсын әкеп беріңдер. Бізде Дана деген медик бар, сол Каштангелді ауылына апарады ғой. Ауылында үлкен атасы сол кісіге береді. И содан кейін звондайды дейді, қай келін әкелдіңдер, ана мен жасыл келімді беріңдер, мен жасыл келім бітті деп. Бұл қан айналымды жақсартады. Егер жатар кезде аяқтарыңыз тоңатын болса, значит, сіздің қаныңыз қоюлануы мүмкін. Қан айналым жәнегіндей слабый жүреді. Поэтому қыздар прям на ночь сылап, мына балтырларыңызды, табандарыңызды сылап, арқаларыңыз, жауырындарыңыз тоңып жататын болса, сылап саңыздар. Бала сияқты, нәресте сияқты ұйықтайсыздар. Қан айналым жақсарып, прям рахаттан ұйықтайсыздар. Үлкен кісілер өзі тоңғақ болады, потому что сол қан қоюланады деп айтып жатады. Сондықтан әке шешелеріңізге міндетті түрде сыйлықтың орнына осы каштангелді беріңіздер де бірінші күні өздеріңіз как положено сылап тұрып ұйықтатыңыздар. Сосын кейін сіздерге постоянно рахметін айтып жүреді. Бұл компаниядағы хит товар и менің де ең любимый товарларымның бірі. Ең жақсы көретін товарларым бірі осы. Екінші товар, менің өзім жақсы көретін товарларым, қазір неде бітіп қапты. Бұл шампунь. Мына против перхоть шампунь. Есть чесночный, тура осындай объемда. Со чесночный. Мен айкөркемді босанғаннан кейін шашым деген уыстап түсті қыздар. Прям кәдімгідей отырған кезде киімдерінің үстінде бүйтіп, шашым қысқа ғой енді. Ұзын шаштарды әйтеуір бүйтіп түйіп қояды да білінбейді. Бізді қысқа шаштардікі киімдеріңе түсіп жатады. Ақ киім кисең, әр жерінде мын жағың, короче. Душтан кейін, моншадан шықсаң, арқаң бәрі шаш болып тұрады ғой. Жабысып шаштардың бәрі шаш болып, денең барлығы шаштан шайнасың ғой кәдімгідей. И сол кезде көмектескен чесночный шампунь. Мынаның да құрамында қыздар чеснок бар. Бұл против перхоти еще. Перхоть дегеніміз негізі бұл грибок қой, біздің құйқамыз ғой. Енді теріден тұрамыз ғой, сол тері сол құрғайды қыздар. И шаш, мынау мысалы шаш болатын болса, шашты былайынан қысып тұратын луковица деп айтады. Сол луковица
босап кетеді екен. Сонда шаштар бүйтіп неден босайды? Стресстен босайды, витамин жетіспегеннен босайды. Біз енді әйел екіқабат болған кезде біздің ағзамыздағы барлық витаминімізді балаларға берсең де бересің, бермесең де бересің, солай алады балаша өзіне. И сол кезде біздің ағзамыз жәнегідей әлсіреп қалады. Туғаннан кейін обязательно қыздар дәрумендер сорпаланып, сол үшін ғой, сол кальций сорпаланамыз, иә. И шашымыз түсіп жатады. Вот, пожалуйста, қыздар, чесночный шампуньді алыңыздар. Чесночный шампуньнің бағасы қатты қымбат емес. Плюс маскасы, плюс масласын алсаңыздар болады. Комплексно, не нәрсені комплексно жасасаңыздар өте тиімді. Одан кейінгі келесі шампунь, бұл бізде менде қазір бұл енді шықты. Неге? Сатылымға бұрын болмай қайтадан шықтышы. Бұл чайное деревоның шампуні. Егер басыңызда жара шығатын болса, қыздар, иә, обязательно осы шампуньмен. Бұл бірден шашыңызды мынандай сусылдатып қатты ашпайдышы. Енді менің шашымда сол. Но егер басыңызда жара болатын болса, қыздар, иә, кәдімгідей жазады. Прям шашыңызды, жараларыңызды, қотыр бірдеңке болса, қасыйсың ғой, енді айтып бүйтіп бірдеңке. Вот солардың бәріне өте жақсы лечебный шампуньдар. Сосын кейін біздің чесночный шампуньнің, қыздар, чесноктың иісі шықпайды. Не болды? Аминанан телевизор қосып бер, кішкене дауысын 6-ға қойып бер. Бара ғой, мен сабақ оқып жатырмын. Заңғар таптың ба чупа-чупсын? Болды, өзім барып алып кеп беремін. Бара тұршы. Ойбай, бала деген ойды да бөліп, бәрін бөліп деп ба. Одан кейін қазір еще календула шампуні шықты. Календуланың сабыны күшті, қыздар. Қазір менде болмай тұр. Прям тонкий слой, бірақ қана несі қалған ғой, осы заказ берем. Ол прям баняға күшті. Баняға күшті. Мен негізі кожым өзі құрғақ кәдімгідей, кішкене бір нетсе шелушение болады, сразу шелушение болады. Қысты күні там колготки шешсең шелушение сондай болады, құрғап. И мен в основном календула сериясын сабынымен жуынамын. Ол сабынды кәне баняға, душқа обязательно. Зато, қыздар, денеңіз, кожыңыз жұмсақ болып тұрады ғой. Прям смягчать ететіші. Обязательно кім құрғақ денелі, обязательно календула сериясының жәнегі шампунімен жуыңыздар. Календуланың сабынын алыңыздар обязательно. Календуланың умывалкасын соларды алыңыздар. Ал егер, мен вот, пожалуйста, міне умывалкасы, мынау тонигі, кремдері и крем ақ болады. Календуланың кремі ақ болады, мынандай түсі әппақ. Иісі деген күшті негізі. Ал календула мынау календула масло дейді, сары. Бұлдың да емдік менің сестренкам тек осыны ғана жағады өзіне. Кремнің орнына осыны ғана жағады. Ровно 1 жылға жеткен ғой. Представляете, қыздар? 1 жыл жаққан ғой. Мынау кішкентай ғана алсаңыздар, мысалы кішкентай алсаңыздар, кәдімгідей біраз жеріңізге жетеді. Майлы ғой, майлы. Көздеріңіздің, жақтарыңыздың мысалы әжімдері болса, мелкий морщиналарға өте жақсы. Бұл еще жара болса тез жазылады. Тура осындай серия, чайное дерево да бар, тура масласы бар, и жәнегінде кремі бар. И тоник умывалкасы бар. Одан кейін егер беттеріңізде қара дақ болатын болса, ол бізде люме сериясы. Люме сериясы жәнегіндей отбеливать етеді. Негізі мен өзім ақ адаммын.
андай после родов қара дақтар қалып жатады ғой, енді менде ондай қара дақ жоқ. Бірақ кішкене анандай бір секпіл сияқты ма сондайлар баршы. Оны біз немен жасырамыз? Тоналкамен жасырамыз. Тоналканың бізде 3-4 түрі бар. Мен өзіме ұнайтын түрі, бұл қазір наличие болмай тұр, қыздаршы. Осыны рекламировать етейін десем, наличие емес екен. Бұл профессиональный. Ол профессиональный. Осындай қою. Мен бұны денегіндей неге губкаға жағып алам да, сосын кейін барып бетіме прям жағам. Бұның алдында жәнегі неде қалқапты ғой. Бұның алдына жәнегі бетіңіздің астына, мен оны Елмирадан үйрендім. Хайлайтершы, соны астына жәнегіндей под макияж сөйтіп жағады екен. Сонда нелеріңіз өте күшті түседі екенші, беткеші. Боянуды білмейміз ғой толкомшы. Одан кейінгі дезодорант. Мужской, женский дезодоранттар рекомендую. Прям қыздар рекомендую. Кеше кім айтып жатыр ғой, Рима ханымшы. И ол кісінің айтқан сөзінде кәдімгідей жан баршы. Күшті көйлектер аламыз, қымбат көйлектер аламыз, той көйлектер аламыз. Оның той көйлектің өзі мынандай бальный сияқты, И алып келгеннен кейін жууға кәдімгідей енді теріп, тойда отыра бермейсің ғой, қозғаласың, терлейсің, қаншама адам бар деген сияқты, Егер қолтығыңызда иіс болмаса да, жәнегінде терлейтін болсаңыздар, сізде терінің иісі в любом случае киімге шығып қалады. Мынау бізде 48, не то что 24 емес, 48 сағатқа, қыздар. Бұның құрамында спирт жоқ, құрғақ спирт жоқ, парабен жоқ. Парабен дегеніміз не? Парабен негізі продукцияда, бізде продукцияның ешқайсында парабен жоқ. Парабен обычно оказывается жәнегінде аллергия тудырады екен адамның денесінде. И қолтықтағы безіміз бар ғой, содан шошынып қалуы мүмкін екен. Біздікінде мынаның ішінде парабен де жоқ, и құрғақ спирт жоқ. Майлы спирт бар, бірақ құрғақ емес, короче. Ағзаларыңызға ешқандай зиян тигізбейтін таза продукт. Бұны қысы жаз жақсаңыздар болады. Егер қолтықтарыңызда қандай да бір жағымсыз иіс болса да, просто терлейтін болсаңыздар да, өте жақсы. Одан кейін мен өзім почти ай аралатып алатын нәрсем, ол бұл L-карнитин мен коллаген. L-карнитинді мен қалай қолданам? Негізі мен тамақ жегенде қыздар жақсы көремші, содан кейін вес тастай алмай жатқан шығармын. 70 пен 68-ның ортасында әлі жүрмші. Рита ханымнан ұят болды, мен Рита ханымға айтқам, мен арықтаймын, мен болды. Мына коктейльді ішем де арықтаймын деп сөз бергелі уже неше ай өтіп кетті. Ішіп қоям тамақ ішіп қоям, жасыратын несі бар. Бірақ әйтеу сол весімді ұстап тұрмын благодаря L-карнитину. Мына L-карнитиннің арқасында мен бір весті ұстап тұрмын. Әйтпесе кетер едім, 80-ге дейін барар ма едім деп қорқамшы. Бұл не істейді? Бұл зат алмасуды жақсартады, қыздар. Прям бұның мен қай кезде білдім. L-карнитин бізде бар екенін білемін, уже 1 жыл өтіп кеткен, L-карнитин. Сосын бір күні уже вес деген негізі мен 63 килограмм болғам. Уже өсіп кәдімде 5 килограмм қоспаған кезде, как похудеть деп телевизордан программа көрмеймін ба? Сол кезде похудеть с телеканалом НТК деген программа бар екен да. Сонда 130 килограмм болып кеткен қыз. Сол келеді НТК-ға. Сосын кейін жәнегінде диетологтары, нутрициологтары, физический нагрузка, сондай тамақтарын реттеп сөйтіп жатыр да. Бірінші неде 10 килограмм тастайды. Мысалы 130 болса 120-ға түседі әлгісі. Соны айтады, сіздің денеңізден артық сулар шықты деп. Тез 10 килограмм. Одан кейін тұрып қалады ғой. Ана қыз деген таң атқаннан кеш батқанға дейін жаттығу жасайды.
жоқ, ағзасында түспейді ғой весі, шаршап кеткен, берген тамақтарын порциялап солай жейді, жаттығуын жасайды, все, тоқта қалады. Сосын кейін тренер алады да L-карнитин назначать етеді ғой. Я вам назначаю L-карнитин деген кезде мен бүйтем, о, бізде бар ғой L-карнитин, мен білмегем ғой, аны еститін жыр жигает деп ше, бірақ анандай уже интереспен іздеген кезде мен айтқым, ва, бізде бар ғой бұл L-карнитин деп ше, мен не қылып отырмын, үстінде отырмын ғой деп ше. И L-карнитин назначать етеді ғой. Представляете, тастайды ғой. Жәнегі жүзден емес, мен дух цифровой болғым келеді дейді да, енді 90, 99, 90 сол килограммға түседі. Жаттығу жасайды, L-карнитин кәдімгідей. Егер мынаны жаттығумен жасап, L-карнитин ішсеңіздер вообще күшті ұстайсыздар дейді. Но мен жалқаумын, жаттығуда жасамаймын. Мен тамақ ішіп аламын да L-карнитин ішейін деп па. Сіздерге де оны айтпаймын өйтіп істеуге. Егер жаттығуға не болсаңыздар, жақсы худеть етесіздер, қыздар. Мгм. Ә, И тойға барамыз. Той, құдалық, күнде тамақ, майлы тамақ, ет, сорпа, там. И мен аны ішіп алам, кетем, ішіп алам. Мен просто ішіп алып кетіп жүрмін ше. И мен бұрын тойдан келген кезде өлшенгенде железно там 1,5 килограмм плюс болып тұратын. Содан кейін деп таңертең 10 мың шақырым, 5 мың шақырым жүресің, әйтеуір өзіңді қинайсың, билейсің, бірдеңке істейсің, сөйтіп қайтадан жәнегі 1,5 килограммды әрең дегенде тастап қоясың. Мынадан кейін менің весім өзгермейді ғой. Мәз болып кеткен соң ғой. Кәдімгідей ше, бір вес тастап тұрмын. Полноценный тамағымды да іше бердім, құдалықта өзімді жәнегіндей тамақтан тежеген жоқпын, как положено тамақтарды ішемін и L-карнитин ішіп қоямын. Зат алмасу процесін өте жақсартады, қыздар. Арықтайын десеңіздер, физический нагрузка қосып жіберсеңіздер болады, би там жарты сағаттық бие өте жақсы. И мен неге тренажерный залға алдында 1 ай барғам. Менің алдында ше, конгресске баратын. И сол кезде тренерім, ол кезде менде аузым берік болды. Аузым берік болса, тренажерныйға барып, сол кезде тағы да түсірген болатын, қайта набирать еттім. И сол кезде ол жігіт айтады, мен сізге назначу бірдеңке деп ше. Енді бірдеңкенің атын айтсай, деймін ғой, то же самое L-карнитин дейді. Мен сізге L-карнитин алыңыз. Өте жақсы ұстайсыз. И және бір жігіт жүр екен, арықта кеткен, ол да айтады. Тәте, короче, сіз аузыңызды ашқаннан кейін, таңғы завтрактан кейін осы сізге бір нәрсе береді, өздері аттарын білмейді, бір нәрсе береді деп. Сосын кейін Каспийден не ол атын айтсам, L-карнитин деп те жатыр. Керек емес дедім, менде өзімде L-карнитин бар, мен ішіп жүрмін. Дедім, все хорошо, L-карнитин ішесіз и тренажеркада салмақ күшті тастайсыз деді. Мен салмақ тастап жатқан жоқпын, бір орында тұр. 70 пен 68-ның ортасында жүрмін. Жақсы, енді қатты толып кеткен нем жоқ. Осы L-карнитин прям рекомендую. Бұны еще бауырдың, бауырларыңыз май басқан болса, жәнегіндей өттеріңізде тас болатын болса, қыздар, тоже қолдансаңыздар болады. Өте жақсы. Мынау майды прям май тасымалдаушы деп айтады. L-карнитинді біздің негізі ағзамызда, біз өз клеткадан тұрамыз ғой. Изначально клеткадан. Изначально былайынан екен ше, стволовая клетка деген болады екен. Стволовая клеткадан сол клеткалардың атасы болады. Сол клеткалардан адамда жәнегі жасушалар ғой, жасушалардан тін дейді. Тіннен кейін мүшелер, мүшеден жәнегіндей система дейміз ғой, асқорту жүйе құралады екен. Сонда вот стволовая клетка дегеніміз почти мысалы біз ұрықтан пайда болдық қой, жатырға түскеннен кейін. Вот содан былайынан пайда болған нәрсе стволовая клетка деген. Сол клеткалардан клетка туады. Клеткалардан миллиондаған клетка. Сол клеткалар бірігіп, тін дегеніміз қалай айтсам болады, жасушадан құралады. Одан кейін барып органдар.
біз нені көреміз? Біз мына шашты көреміз, бетті көреміз, дене қол теріні көреміз. Егер ішке үңілетін болсақ, біз жүрек, өкпе, бауырдың, еттің, қабырғаның қай жерде, сүйек, анау мынаулардың қай жерде тұратынын білеміз де, соның барлығы клеткалардан тұрады. Вот сол кезде клеткаларды май басып жатыр деген, жаңа біздің артық жеген тамағымызды дұрыс қорытмағаннан кейін кәдімгіде бір жерге бару керек қой енді сол кезде вот сол кезде мынау сжигать етеді екен. Вместо вот ненің орнына майларды тасымалдаушы, майды тасымалдап бұл энергияға және энергия береді деп айтып жатқан сол. Энергия береді, майды ыдыратуға көмектесетін құрал. Өздеріңіз L-карнитин деп іздесеңіздер болады, тауып аласыздар. Вот сол L-карнитин, мынаның дәмі деген қыздар керемет қой. Керемет, прям айтып едім, аузым сілекей ағып кетті. Қазір әкеліп беремін. Одан кейін кешегі бізде айтып жатқан АЦВ плюс өте күшті, дәмі де күшті. Мен балаларға бере берем, қыздар. Өзім де жей берем. Бұл да зат алмасуға өте жақсы көмегін береді. Одан кейін отдельно С. Өткенде бір медикті тыңдап отырсам, би деп айтады. Біз С витамині иммунитет көтеретін деп айтамыз ғой, иә? С витамині артық болмайды екен. С витамині ағзадан тез шығып кетеді екен. Стресс, бірдеңке қатты уайымдап кетсеңіз, сіздің сідігіңізбен кәдімгідей үлкен дәрет терімен С бірінші ағзадан шығып кететін С витамин екен. Представляете, қыздар, мен оны білмедім ше. Вот, пожалуйста, бұл таза тек қана С витамин емес, бұл D3 бар бұның құрамында. Шипучка 200 граммдық жәнегінде суға езіп ішсеңіздер болады. Күніге бір таблетканы ішіп отырсаңыздар, өзіңіздің иммунитетіңізді поддерживать етіп отырасыздар. Одан кейін енді боянуға келеге, менде тағы да бір 2 парфюм бар еді. Неде қалқан ғой, мына уже бітейін деді. Мына парфюмді рекомендую. Кім такой теплый, нежный запахты, резкий емес запахты ұнатады? Күшті мынаның иісі ше, қыздар. Осыны попробуйте, алып көріңіздер. Мына мужской. Бұның иісі қай неге келеді? Енді фаберліктікмен салыстыратын болсақ, Адвента дегенді білсеңіздер, соның иісіне келеді ше. Соған келеді. Түсі де соған кеп тұр. Иісі керемет. Мен ана еркектер өздері таңдап алады деп айтып жатады ғой. Мен айтар едім, әйел таңдасын депші, потому что оларды біз иіскейміз ғой. Бізге оны алып тұру керек қой. Маған ұнамайтын духи сеуіп алса, мен кетші, не сеуіп алғансың деп. Лучше өзім алып берген. Мен в основном осыны алып берем. Бізде Эльмирада тағы бір духиді мен иіскегемші, тағы бір иісін. Тоже понравилось, но біткеннен кейін алып берем. Қара. Мән деген ғой деймін соны. Одан кейін туш. Жәнегіндей карандаштар бар бізде. Негізі менде товар аз екен. Бүйтіп қарасамшы, мынау коктейль. Коктейль менде уже бітейін деді. Бұл толық болатын. Бітейін деп қалды. Ақырындап ішіп жүрмін. Сумен ішем, кей кезде сүтпен араластырып ішем. Рита ханым бізде осымен 73 килограммнан 53-ке 20 килограмм артады. Ешқандай диетасыз, ешқандай физический нагрузкасыз, как положено, таңғы асын ішеді, түскі асын толықтай ішеді, просто кешкі ужинға осыны ішті. Сосын қарным аш кетсе дейді, қияр помидор жеймін дейді. Тоймай қалсам, мынаған қияр помидор. Жүгірмеген, жаттығу жасамаған, ештеңке, күні бойы жұмысына барып жүреді ғой, басқа адамдар сияқты қозғалыстамын деді. 10 000 шаг, анау, мынау дегендерді вообще жасама. Тек ужинға осыны заменять етіп, 73-тен негізі кішкентай салмақтан түсу өте қиын.
100, 130, 200 килограммнан айтады арықтау оңайырақ, а вот 70-тен былай қараса арықтау өте қиын деп ше. Мен честно келсем, мен өзім арықтай алмай жүргенде. А вот Рита ханым айтты, жасады. 20 килограмм тастады, 53-ке дейін түсті ғой. Представляете, осының арқасында. Кешкі ужиннің орнына осыны ғана ішем деді. Құрамында витамин деген міне тізіліп тұр, барлық витамин бар. Кальций, калий, магний, марганец, цинк. Көп енді мына фолиевая кислота, гиалуроновая кислотасы бар. Фолиевая кислота дегеніміз біздің клеткаларымыз жаңарып отырады ғой. Негізі клеткалардың келесі жолмен күшті, сіздерге клеткалар жайлы сабақ өтіп берем, қыздарша. Маған бір күшті бір врачтың сабағын тыңдағам. Сол клеткаларға байланысты біз қалай клеткадан жаралдық, қалай түзіледі, қанша уақытта қай клеткалар жаңарады деген сияқты. Ең жылдам жаңаратын клетка бұл біздің ішек флораларымыз екен. Сүйек деген сияқтылар жаңаруы өте жай жүретін. И мысалы қандағы клеткаларда тез жаңарады екен ше. Поэтому неге сумен тазарып жатырмыз деп айтып жатады ғой, оның определенный бір несі бар екен. Өйткені біз большинство судан тұрамыз. Сондықтан су ішіп, біздің продукцияны ішіп отырып, арықтауға да болады, ағзаңызды жәнегіндей подкармливать етіп. Алоэ напиток, кстати, мен өткен айда ішіп тастадым, бітіріп тастадым. Менің үйде жүрген сіңілім айтады, бәкапай, бетіңіз деген әппақ қой дейді да. Бетіңіз әппақ, не ішіп жүрсіз, не жағып жүрсіз. Мен вообще крем жақпаймын. Таңертең ұмыт кетемін мен мына кремді жағуды. Шын айтайын, кешке жақын жағамын, таңертең бетін жуамын да кетіп қаламын. Бетімді обязательно гельмен жуам. Тоникпен сүртуді де бір күн сүртсем, бір күн сүртпеймін, ұмыт кетемін ше, қыздар, шыны керек қой. Но мына умывалкамен күнде жуам. Умывалкамен күнде жуам, таңертең кешке жуам, и кешке жақын біресе ақ кремді, біресе жағам. Болды. Күндіз тойға баратын, или қалаға шығатын деген кезде тоналканың астына жақпасам, былай күнде вообще боянып, енді точно косметиканы мына жағынан, уход жағынан мен специалист емеспін. Продукцияны да бір жартып айта алмаймын, енді просто өзімнің қолданған заттарыммен сіздермен бөлісіп отырмын. Енді барын. Мен енді көбіне маркетинг, қалай ақша табамыз, қанша, сол жағына көбірек. Араларыңызда өзіміздің қыздарсыздар ғой, кім отзыв айтқысы келеді, микрофондарыңызды қосып отзыв айтсаңыздар, бұл запись бізде кәдімгідей отзывтар записі болса. И келесі жолы прям одан да күшті қылып, каждыйымыз әр продукцияны бөліп алып тұрып айтатын болсақ. Кімде бар отзыв? Сәуле ханым, отзыв айтсаңыз. Айна ханым, сіздің өткендегі отзывыңызды айтып беріңізші, кеше ма? Мен ұялдым группаға тастауға, сіздің рұқсатыңызсыз. Сіз отзывыңызды айтсаңыз. Бізде отзывтар өте көп қой негізі. Иә, мен алоэ ішіп жатырмын ғой. Менде деген забор неше жылдан бері қарай слабительмен сибирский чайларын ішемін, сонымен нетем да, нетіп жүретін едім. Осы алоэ ішкелі слабительный ішпеймін, как нормально солай барып жүрмін. Кеше деген бүгін өлшенсем, анасы мен ужин ішсем салмақ қосамын ғой, тек салмақ қоса беремін. Көбіне ужин ішпеймін. Қазір ужин ішіп жүрмін, тамаққа аппетитім уже азайған. Иә, и салмақ тастағанмын ғой, 400 грамм мәз болатын. Ужин ішіп салмақ тастаған. Мен қоса беремін негізінде. Өзім қуанып жатырмын, күйеуім айтты, менде жаңалық деп. Но ужин ішіп жүрмін. Көріспесем де ішемін. Ал мен алдынан бері ужин ішпей, өзімді нетіп, 48 сағат ашуға да қатыстым. Ағзам деген слабый болып қалды, әлсіздік тамақтанбағаннан кейін. Сондай болып жүргем. Қазір ужинымды ішіп, уже салмағым кетіп жатыр ғой. Сосын кәдімгі күнде нормально барып жүрмін. Енді зат алмасуды жақсартты. Иә, көрдің ба? Уже алоэдің нәтижесін көріп жатырмын. Мен бір ай болған жоқ, 15 шақты күн болған сияқты ішкеніме. Нәтижесін көріп жатырмын. Қандай керемет. Новый адам. Менде еще деген не? Менде молочный продуктқа аллергия. Енді айран ішіп қарауым керек.
кеттім екен деп жүрмін, бір кішкене ішіп болайын, сосын Давайте, молочный давайте раз вообще бір айдан кейін иә, көріңізші. иә, ішіп көремін енді. Аха, Ал менде андай молочный не айран бір нәрсе істесем үстім сразу қышып кетеді, дуылдап аллергия ұстайды уже. да вы что? Іше алмаймын да. Иә, бір жылдан бері қарай, осы былтыр осы апрель нелерде ма пайда болды, осы бір жыл болды молочный не іше алмай жүрмін. Мгм. осы алойға нетіп енді сеніп жүрмін, осыдан кететін шығар деп үміттеніп. Енді Мгм. ішектері тиді ғой. Аха, давайте. Алла қаласа жақсы отзыв болып қалар. Аха, рахмет. Отсайын иә. Аха, рахмет. Сіз пока тек қана алой алдыңыз, бірінші Иә, тек қана алой алдым, иә. Рахмет. Енді басқа да продуктыларды алып көресіз. Тағы кім бар? Сәуле ханым, Айгүл ханым, сіз айтыңызшы, сізде күштік Өскеменде барғандағы айтқан отзывтарыңызды айтыңызшы. Маған айттырғызбай қойдыңыз, жазып алып едім, ай, салма ұят болады көрсетті деп. Қайда кеттіңіз? Нұрсейітова Айгүл ханым Өскеменде барған кезде біз кездескенбіз, сол кезде өте көп отзыв айтқан. Үйдің продукцияларына. Тағы кім бар, қыздар? Шарақ, мен айтайын, отзывты қояйын ба? Давайте. Мен жақсы көремін протеинді. Енді білмеймін. Видеоңыз қайда, видеоңыз? Видеомды қосайын ба? Иә. Қосыңызшы. Қалай? Шар. Үй салқын просто әлі отопляется ғой, қаланың үйі ғой. Енді біздер дейтін былай болып тұр ғой. Ең бірінші мен протеин ішкенде, бір ай іштім де дым арықтаған жоқ. Шынымен де. Себебі бір айда ол любой продукцияда бір ай саған үйренеді организмге. Кіріп вникать етеді. Мынадан дым түскен жоқ қой, қалай айтам дедім басында. Помните, басында мен оған қатты реклама жеткен жоқпын. Потому что ішіп алдым, ол кезде 72 балмай алдым. Қарияға скидка деген не алмаймыз, артынан не қылдық қой, сөйтіп ловить етуге болады екен. Қазір мен тек строго 25 балл істеймін, потому что ана протеиннің скидкасын қарап отырамын. Эксперт клубқа шығады ғой, сол кезде набираю. Соған дым артаған жоқпын. Сосын бір ай, сосын мен одан кейін бір ай тастап кеттім. Сосын қайтадан алдым. Сосын қайтадан алдым да, неде болса организмге 3 ай привыкание ету керек деп, сол екінші банканы алған кезде ортасында бір ай перерыв болды негізінде. Сосын екінші банканы алдым да, осыны тек ужин заменить етейін дедім. Себебі бір тамақ заменить ет деді ғой. Бірден. Сосын заменить етіп бастадым. Басында қарным ашты. Сосын мен былай айлар жасадым. Жаңағы өзіме аскеза болды, жаңағы сөз бердім, жаңағы оның бәрі болады ғой, енді адам болған соң өсіп сол 54-ке 55-ке барғым келді да, өсім. Сосын жаңағы октябрьде ма, сентябрьде бүйтіп банканы қойдым да, айттым, ужин заменить етемін дедім. Бірақ жаңағы 6:30-да да жеп аламын, қарным ашып, кухняға келіп, жаңағы холодильникті бүйтіп жауып, бүйтіп ашып, сөйтіп жүрдім. Сосын бүйтіп айла қылдым да, екінші айланы жасадым. Бүйтейін, 6:30-да келесің ғой да, айтып бүйтіп 6:30-7 пробка анау-мынаумен жетесің ғой үйге. Үйге келемін де, суптың еттері тұрады ғой. Бүйтіп еттерін шығарып тастаймын да, супысын іше қоямын. Тамақ тұрса ма, ана углеводта тұрады ғой тамақтың, ана құрттай тарелка дейтін меню бар ғой, тарелка дейтін. Не бар ғой, тарелка дейтін не бар похудениенің несі. Мана күндегі ішіп жүрген тарелканы кішертесің. Соған құрттай салып аламын да, миымды алдаймын. Я кушаю деп. Сосын барып бір 2 сағат тастаймын да, 2 сағат тастаймын да, жаңағы протеин сағат 10-дарда ішіп аламын. Кәдімгі 200 грамм соғыш. Өзіме сразу айтамын, сонда инсайт келді да маған, это сжигает жир деп. Иә, ана айтып ғой, құрттай енді тарелка деген немен, себебі енді преднамеренно адам дейтін өзің енді жаңағы желаемый весқа жеткің келеді ғой. Енді әуелде мақсатың не, например? Протеин ішіп алып бешбармақшы ғой, там құйрық маймен жаңағы сал жеу емес қой. Әуелде мақсатың болу керек қой. Содан мен бір байқағаным, иммунитетім көтерілді, тырнақтарым қатайды, беттерім не қылды. Көп адам қазір маған комплимент айтады. Шынымен де, кожаларым бүйтіп не қылды, гладкий стал. Енді маған просто менде еріншекпін, спортом заняться надо. Соған құнып бермей жүрмін да, тек ходьба жүріп келем, болды. Андай қылып кәдімгідей баруға болады бодиге, неге да, теперь. Қатырып тастау үшін да. Сондықтан да мен қорықпаңдар, протеинді алған кезде обязательно кешкі аста 6:30-да кәдімгідей жеп алыңдар.
Сосын ана организмді үйрете бердім да сөйтіп құрттай жеуге. Қазірде мен не қылдым, сол бүгін жұмысым көп болды, мына компьютерде отырдым, ана мынау подружкам келді, шай іштік, ол білет мен ужин пісірмейтінімді көбісі. Қазір ұлым Алматыда жұмыста, сондықтан да көп бұрынғыдай не напрягаюсь да неге ужинға. Содан жаңағы одан кейін жайлап көштім, суға қайната қоямын. Ет қайнатсам да, например, обедте жеп аламын. Негізінде етті жылатын нанды жемеу керек. Әрбір заттың бір условиясы болады ғой. Фармация директор жауы 5 балл болса, арықтау дейтін өзіңе деген кішкене тарту ғой, бүйтіп кішкене. Қазір қонаққа барсам, ешкім маған ештеңе ұсынбайды. Рита тамақ жемейді, кешке уже ішпейді. Қарап көрдің бе? Обо мне такой ассоциация осталась. Мен тек салат кушаю. Ана миым настолько үйреніп қалды да, тек салат деп ойлайды болды. Жеп жатқан тамағымды кейде шашлыкке тойып аламыз барып, неге барып, кафеге барып, ол ойлайды салат деп. Түсіндің ба, как я учила мозг. Сосын бір жағынан біздің протеин действительно, оның алдында правильный питанияға түсіп қарадым. Тек гречка жеп, не жеп та. Нет, Рима айтады, гречка жеп, анау жеп жүрсің, сен неге арықтамайсың дейді. 61,5, 62 бойым рост қысқа болған соң, ол маған үлкен да. Содан жаңағы жайлап осы протеинді давай мынаны проверим деп айтты Римаға. Сол кезде видео түсіріп алуым керек еді. Мен қазір мынандай весім бар, между прочим, Инстаграм дұрыстап қарасаңдар, әуелде 60 болған, 60,5 болған. Осыны тексерейін дедім. Действительно тексерейін. Действительно тексеріп, уже 3 банка дегенде мен уже каждый раз салып жатырдым ғой ролик. Бүгін мен 58, бүгін мен 57, бүгін мен 56 деп қанша роликтер кетті да. Ең соңында 53-те жетті деп салып жібергенде родственниктердің сатына саламын ғой, кіряң сестры істеді. Осыдан 50 келі болсаң, сені чаттан шығарамыз деді ғой. Содан тұрып, ана сіңілерім бәрі бұрыс еп жатыр, көре алмай, осыдан сені қуамыз чаттан деген сөз естідім. Өздері протеинді алғысы келмейді. На самом деле протеин работает. Қырған витаминдер бар ғой ішінде. Иногда мен қазір алып қойдым да, қазір желаем весіме түсіп алып ғой, мен үйге алып келіп қойдым. Қазір через день, через 2 дня, завтракке, овсянка не қойым. Почему? Арықтау үшін емес енді. Енді мына организмде питание. Себебі оны мен эксперт болып 25 балл жасап отырып, қазір 3-еуін алды бос жол. Эксперттан 3 банка. Біреуін подружкаме саттым, біреуін бір партнерға саттым, біреуін алып қойдым, потому что через 2 дня жаңағы коктейль мен сағынам. Не үшін? Иммунитет көтеру үшін жаңағы организмдегі түгел 40 витаминдер бар. Құрамы деген енді бар. Протеин работает. Но особенно толық қыздарға айтам да, мен тағы да бір ролик түсірем деп жүрмін. Соңғы кезде кішкене не қылмай қалдық та. Болады ғой разные факторы жизни. Бір ролик түсіруіміз керек та, маған грамотно жасауым керек та. Мына 80 килограмм тұрған қыздарға срочно. Егер де 65, 66, 64 килограмм болса, можно да пить да, енді 60-қа апаруға. Бірақ 80-90 болып кеткен әйел адамға вообще жараспайды. Срочно надо на протеин отыру керек. Егер де өзін жақсы көрсе. Ал өзін жақсы көрмесе, соны кең көйлек бар ғой, өзбек көйлек тігіп бит кете беруге болады енді. Жаман критика бар ғой. Осы сарказмды қоямын деп едім. Қоя алмаймын. Оныңыз мен келсемші. Ащы шындықты айтсаң, ащы шындық ащы болғанда адам не қылады? Позвоночник ауырады. Аяқты өйткені ауыр салмақты көтер алмай қалады. Менің де қатты ауыр салмамызға енді қыз күнде 50 болдық, 55 болды. Қазір 15 килограмм артық салмақ менде шыны керек. Бойым бірде 53, бірде 55 болсын тіпті, 15 килограмм күнде көтеру деген. Сол ғой. Еще аяқ киім неудобно кию, да, например. Аяқ киім киюге неудобно. Мен әуелде 70 килограмм болып кеткенімде, ең киінсем ішім тірейді. Мен ана суретім бар ғой, кофта киінсем киімшегім өсіп кеткен ғой бүйтіп. Бүйтіп жатса бәрі утка дейді. Бүйтіп құйрығым бүйтіп. Еще мен құйрығыма жинап аламын ғой бүйтіп. Себебі бір әуелде мен бір банкте жұмыс жасағанда бәрі 42 килограмм, 44 килограмм кезімді көрген адамдар ғой. Енді ана сразу 60-70 килограммды көргенде, құдай, бұрын мен глист дейтін еді ғой маған. Жастау кезінде, замужем болған кезімде. Сол одан кейін кәдімгідей, особенно после 40 набрали.
набрала, действительно, да, вот Ол действительно. кезде кәдімгі біздің ағзамызда да зат алмасу процесі ақырындап, кеше Рима ханым да айтты ғой, зат алмасу өзі кәдімгідей тежеле бастайды деп. Мгм. Поэтому қанша қозғалсаң да бізде все-таки метаболизм снижается деп. Да, правильно. Иә. Тағы қандай продукцияға отзыв айтар едіңіз? Сосын мен алоэны тастамай ішемін. Себебі қанша дегенмен алоэ дейтін бүткіл мына ағзадағы нелер не қылады, паразиттерді шығарады. Паразиттерді шығарады. Мен шынымды айтсам глист болды менде. Алоэны ішіп, енді қара біреуге айта қояды, глистім бар деп та. Вот действительно, тіпті смех и грех дейді ғой. Вот действительно алоэдан да, енді оны публикаға айтқан жоқпын да, қазір осы жердегі адамдарға айтып отырмын да, алоэ Көретін запись жазып жатырмын. көрсе көре берсін, шындықты айтайын. Потому что біздің алоэның настолько сильный, да, вот действительно күштілігінен мен уже поражаюсь. Особенно артып бастаған глистім құтырған ғой. И алоэн іштім. Почему? Потому что ана жейтін май жоқ қой ананы. Ішінде. Анализ тапсырсам бәрі таза дейді, но я чувствую, да. Соны алоэн ішіп, әлі күнге дейін. Өткенде кішкене бір апта қойып едім, сағынам прямо. Алоэн. Сосын асыбаны ішкен себебім, мен нутроплюс сериясы ғой. Асыбаны ішкен себебім не? Аппетитті не қылады, снижает. Особенно мен өткенде сізге саған айтқаным сол ғой. Асыба, алоэ, протеин ішуіңіз. Енді өздерінен бәрі қымбат дейтін шығарсың, ол қымбат деген тек мида ғой. Жаңа миымды қалай алдадым мен, например, тамаққа. Например, былай деп жаңа ол ойлайды да, мен бірдеңе не жатқанда уже тамақ деп ойласын деп та. Бірақ на самом деле жаңа морковты, капустаны, картошканы бүйтіп сварить етем де алдыма қоям суп қылып. Я даже сколько инстаграм историяма салып жатырмын. Қалай істейтінімді, да. Сосын жеп жатырмын, қаз жеп жатырмын, қарта жеп жатырмын, жаңағы бешбармақ жеп жатырмын деп ойлайсың да. Ана мозг поверил, да. А на самом деле организмге вот алдау керек, да, вот действительно. Баланы алдап жатасың ғой. Күйеуіңді де алдастырасың, алдаспасаң болмайды ғой. Сол сияқты ағзаны да алдастыру керек, да. Вот действительно, да. Ол өзім деп ойлап жүр да бая, бірақ на самом деле уже снижение кетесің. Сосын енді көбінесе ішетін заттардан сол негізінде 3 зат. L-карнитинді мен көп ішкен жоқпын, ұлыма бердім. Бірақ ол да салақ ішті. Любой затқа салақ болмау керек. Коллаген іштім. Коллагенді мен квартал сайын ішіп жүрдім. Себебі коллагеннен мына ағзамның ішіндегі нелер жаңағы особенно мына ішкі құрылыстардың несіне көп көмектеседі коллаген. Циститім жақсы болды. Содан кішкене әйтеуір не улучшение видим, да? Менде хронический еді ғой. Қазір әйтеуір бұрынғыдай емес. Каштанды жағам, коллаген ішем. Оны, например, бір шай ішем де, шай ішпеймін. Шай ішем де, шай ішпеймін. Сөйтіп не қылдым да? Енді барлығын қайдан алып жатырық енді? Осы фармасиден мен үйімнен әкелген ақша емес, фармасидің табысынан алып жатырмын. Өзіме прям ай сайын қойып қоям, например, бір 100 балға өзіме қойып қоям. Например, да, бір 100 БР-ға, допустим, 100 БР-ға. 100 БР, 200 БР-ға, например, қойып қоям. Енді бір 30-40 мыңды өзіме салам. Себебі 30-40 мыңды біз сотовый аламыз да, табақтай соны апарып неге апарып береміз ол Каспий банкке. Төлейміз да. Мен 30-40 мыңды өзіме осы бастан салып бастадым, менің жасым 50-де. Енді бұйырса жазда 50-ге толам. Потому что мен 70-ке келсем қайтесің, 80-ге келсем қайтесің, 90-ға келсем қайтесің. Қазір мен қажарлымын, мен табыс тауып тұрмын, иә. Сондықтан да әрбір айы біздің өзіңе прямо осы фармасидің эффекті жақсы бізде. Прям ішетін заты, енді боянатын нелер заттар итак көрсетіп жатырық қой, ішетін заттарға көп мән беру керек әйел адамдар. Минимум айына бір 20 мың теңгеге бірдеңе ішіп тұру керек. Кредит деп ойлап алың да. Кредит өзіме или инвестиция деп ойлаңдар. Действительно мен өзімде де минимум 20 мың теңгеге бірдеңе ішіп отырамын. Енді протеин 25 мың ғой, мысалы айтқанда 72 балға санағанда да, примерно. Андай скидкамен алсаң, екеуін алып аласың, эксперт клубта участник болсаң да, мысалы айтқанда, осы жол, например, екеуін алып алам. Сондай сол бәріне, осы біздің нутриплюс сериясы өзі азғантай да, несі, коллаген, L-карнитин, L-карнитинге сол құнттамадым ал, мен ішпедім. Сен айтқан тыңдап отырмын ғой, L-карнитинді құнттамадым мен. Коллагенді, алоэны, протеинді кәдімгідей тесттен өткіздім, асыбын. Міндетті түрде ішіңдер. Ең болмағанда 10 мың теңге асыбы жеп отырыңдар. Ең болмағанда минимум да.
Максимум ай сайын 40 мыңға обязательно вклад жасауға тырысыңыздар. Оны әрине бір пенсиямыз жетпейді, рассрочка төлейміз, анау мынау, енді как всегда начинается адамдардың әңгімесі да. Бірақ соны мына фармасиден адам шақырып адамдардан шақырып ақ, или болмаса үстіне қосып жатып, соған тырысу керек адам да. Не қылмай да, қалай айтсам екен, тек не қылмай. Алоэ көп, алоэны ішкенде менің подружкамның, алоэның тағы бір отзывы бар. Менің бір подружкам бар, сол екінші рет қайталап алды. Изжогысы кеткен алоэден. Иә. Алоэдан изжогым кетті дейді. Сосын мына қабыртқамның асты ауыратын еді дейді. Рита ханым, сіз айта беріңізші мынаны. Иә, Түпсін айтып иә, беріңіз. иә. Мына алоэден мына неден қабыртқамның асты ауыратын еді дейді. Сол қойды деп алды. Сосын келінімнің көбінесе бізде де запор жақсы қылып жатыр. Кейбір адамдарға реакция болады, бірден алоэ ішкенде запор болып қалады. Мә, запор болып қалдым деп не қылмау керек. Запорды пробьет, не қылып жібереді, тесіп өтеді. Обязательно 2 апта үзбей ішу керек та. Сол көп адамға сразу жақсы әсер етіп жатыр, себебі сразу метаболизм восстанавливает. Сосын алоэ изжоганы аяқты не қылады. Алоэ ішіп жүрген адамдар, мына изжог бар ғой, соны жақсарады. Изжогының негізінде ар жағында не ғой, жүрекке изжога деп көп жүре бермеңіздер. Изжогаларыңыз болса, докторға да қаралып қойған жақсы. Онда обязательно L-карнатин ішу керек болады. Жүрекке, изжоганың арты жүрекке айналып келеді. Изжог деп жүре бергенде бір күні инсульт болып қаласыңдар. Жаңа немен. Изжоганың последствиясы жаман екен. Сол изжоганы кетіреді алоэ. Изжоганы желательно не игнорируйте. Изжога деп кефир ішіп алып, йогурт жеп алып жүре бермеңдер. Сондықтан да мына алоэ бірінші көмек изжогға. Сосын жаңағы L-карнатин мына жүректің жұмысы мен мидың жұмысын жақсартады. Қатты шаршап, делсал болып жүретін адамдарға энергия береді. Мына спортпен L-карнатин ішіп алып, спортпен айналысқан адамға ол обязательно порядке эффект береді. Не қылады да, обязательно ол накачается өзінің несімен. Мен просто L-карнатин ішпедім, мен именно L-карнатинді снижающий вес и протеинде. Мен мына протеинді тесттен өткізейін дедім. Осыдан 3 ай, 4 айда мен өзімнің желаемый или бармасам, значит, протеин не работает дедім. Но Алиса, стоп. Протеин жұмыс жасады. Действительно, ешкімге ұялмай, қазір мен спокойно сатам. Мен қазір бар ғой, L-карнатин протеин спокойно сатып отырмын. Потому что адамдардың барлығы уж көріп отыр да менің результатымды. Сондықтан да алып жаңа не қылады. Енді бірақ енді жаңа ішіп жүргенде де жаңа желательно өздеріңе енді протеинді алып жатсыздар қарайған ақшаға. Ойларыңда болсын жаңағы не кішкене воздержаться от еды деген сияқты. Бірақ мен қонақтарға барам, қонаққа да барам, жаңағы сосын енді жаңа айтып отырмын, протеинді алып алғаннан кейін болды, он работает деп барып қонаққа барып жаңағы ерік ішіп тұрғанда оған тимей тортпен тамақ жеп деген сияқты кішкене болса да ондайдан воздержаться надо. Енді жаңа протеин жұмыс жасайды деп ол саған негір емес қой, ішіңе кіріп алып майыңды бүйтіп не қылатын да, лопаткамен лақтыратын. Енді сондықтан да протеин работает деп жаңағы құтырып кетіп жаңағы кешке торт соғуға болмайды, действительно. Вообще торт исключите. Тортты как будто бы праздник қылыңшайшы. Айына 1 рет деп да, вот, действительно, айына 1 рет позволить. Зато анау не болады да, тартымды бағалы болады да, айына 1 рет жейін деп. Кафеге барасың, бірден аласың, 3-4 мың төлейсің, бір кофемен бір қарайған ақшаңды кетіріп жатыр ол торт. Торт, чизкейк, мискейк деген бәрі карманым бьет, иә. Бір чизкейк алғаннан лучше 2 кило, 3 кило морковь свеклоң толтырып алшы, мысалы айтқанда. Мен қазір кафелерге барғанда вообще не қылмаймын. Только горячая вода и все, алсам гарнир алам болды. Қайнатылған рис, сондай мен да. И желательно мен кафелерден избегаю. Потому что жаңағы барлық нелер, глист дейді, анау дейді, паразиттің барлығы, сол бір тәрелкені бізге ешқашанда олар тәрелкені посудомоечный машинкада жумайды. Значит, бір ауру адам келіп тамақ ішті ма, уже соның тамағының несі, микробы там тарелке остается. Үйге қонақ келіп кетті ма, обязательно столдың үстін уксуспен сүртіп алыңдар ыдыстарыңды. Потому что қонақта не бар екенін білмейсің ғой.
Вот поэтому біз жерде ішке жаңағы бауырға түсетін эконокок дейтін не тағы не бүткіл паразиттің бәрі тарелкіден. Вот сондықтан да желательно избегаем. Негізінде вообще қашу керек. Лишний раз расход, во-первых, да. Екіншіден жаңағы не енді қазір тренд болып кетті ғой енді. Но мен тек сразу қайнаған ыстық су аламын да жаңағындай қылып отыра беремін. Енді организм өзіме керек. Мен ұлым бар, ертең 80-ге келіп жатсаң, 90-ға келіп жатсаң, жаңағы осы бастан абуза болмауға ойлану керек адам деп ойлаймын енді. Бәрі алланың ісі дегенмен деймін да. Енді сақтансаң сақтанасың деп бекер айтпаған шығар енді. Сақтансаң сақтанармын деген сөз бар ғой. Иә, енді. Иә. Сол біздерде нутриплюс очень кәдімгі қатты мықты ғой. Он просто доносительный адамдарға да өте қатты мықты. Біздерде коллаген топтап покупайды, особенно тапсила бар ғой структурасы. 3 коллаген, 4 коллагеннен заказ беріп отырады. Смело 2200 өзі жасап отыр ғой, 71-дегі адам. Не коллаген? Коллаген сатады. Вроде қымбат дейді ғой, не қарамайды. Рахмет. Тағы қыздар бар ма, отзывтар? Айгүл ханым, отзывайсыңдар, иә. Айгүл ханым шығып кетті ме, кетіп қалды ма? Айгүл ханымның отзывы. Уақыты болып қалған шығар мынаның да. Иә, уақыты да болып қалды ғой деймін онда. Или андай қосып алдың ба сен? Иә, 40 минуттан асып кетті уже, 2 сағат, 3 сағат. Иә. Мана қосып қойып тыңдап отырдым бәрін. Платный версия. Кезінде шығайын деп. Иә, бізде еще чайное деревоның сывороткасы бар, қыздар, как раз қазір скидкада тұр екен. 2 алсаң, үшіншісі... Наличие шықты ма не? Кеше таусып қалып еді ғой. Оны несін қарамадым, бірақ неде тұр? 1+1-де тұр екен. Кеше қарадым да, сол туралы. Бар бекен. Жоқ, тұрғанмен сайтта таусылып еді ғой. Сайтта таусып қалып еді. Бар кезде аласыздар, мен отзыв айтып кетейін. Ол біздің семьяда енді аяқтың иісі. Таңертең кеткеннен Бауканың туфлимен кетеді, ашық ки десең болмайды, офисный жұмыс, оларға постоянно жабық аяқ кимен жүру керек, по военному, военныйлар берцы киеді, турусы сияқты туфлимен, қысы жаз, иә. И иіс. Сонда мен тоже татарлардан естідім. Что ол аяқтың шуаш иісін кетіреді, жәнегіндей сасық иісін ше, не дейді оны қолаңса демейді, енді сасық, короче, иісін кетіреді. Сосын кейін мен фу деп Баукаға айтамын да. Әкел, короче, не істеден? Тазикке жылы су құясыз да, қыздар, сол чайное дерево сывороткасы өзі осындай ақ қана, өзі кішкентай ақ, ішінде қанша миллилитр екен, кішкентай ғана. Вот соны где-то 10-15 тамшыны суға тамызасыздар. Сосын аяғын жәнегі жылы ваннаға салып отырады. Представляете, қыздар, аяқтарының ортасында, бақайларының ортасында терілер бүйтіп ашылады ғой. Терілері кәдімгідей ашылады. Ашылып, прям айтады уже ашып жатыр аяқтарын депші. Бір күн салып, сосын кейін құрғақ қып аяғын жақсылап сүртіп, сосын кейін біз календуланың масласын жағып қойдық. Ертесінде тағы да солай істедік. Представляете, қыздар, иіс кетіп қалады. И чайное деревоны еще енді қазір адамдардың басында бит бар ма, жоқ па білмеймін, осы 1-2 жыл бұрын қатты бит болып кетті ғой өзі. Сол кезде мен қыздарымды да шықтыша садикке барады, и ол да кетті. Кәдімгідей, соны естисің ғой, енді анаған көмектеседі деген екен, тоже жақсы көмектеседі екен. Оны қалай? Шампунның судың суға тоже капать етесіздерді, сонымен бүйтіп тарайсыздар шаштарыңызды, егер болса парад. Обычно, мысалы, бастың бетін тазалаған кезде қолмен аламыз, сіркесін алып тастаймыз ғой, мысалы. Ол, оказывается, мына терінің ішіне шат дейді ғой, енді балапан тастаймын екен, короче, соларын таста кетеді екен. И ол сен қанша тазалап тастасаң, ол қайтадан өскен. Вот соны өлтіреді екен. Сол прям терінің астында ма, сондайның ұяларына соны өлтіретін болса, бастағы және паразиттер кетеді екен.
Представляете, вот сол кетеді. И только бізде тағы бір қызы сондай отзыв болды. Прям қызымның басын тазалап алды. Дегенші, ол да реально рас. Енді ода тұрған не жоқ қой енді. Өзіміз де ауылда тұрдық, мысалы. Қазір де ауылда тұрамыз. Жұмасына 2 рет жуғанның өзінде де сондай тершең кейбір балалар болады, терлеп тепшіп жүретін ше, ойынның баласы. Одан мектепке барады, садик бар деген сияқты ше. Біреуден біреуге жұғады деген сияқты. Вот сондай болып жатса, егер біреу сондай проблемаларын айтып жатса, чайное деревоны ұсыныңыздар. Анау рантибит, анау мынау дегендер ол вообще көмектеспейді. Өтірік нәрсе, шыны керек ше. Абысыным тоже айтатын, мына 2 қыз бәле болды ғой деп ше, 2 қызын айтатын ше. Тез бастары бүйтіп неткен. Сосын бір жоғалып кетті қазіргі таңда ше. Но егер біреуде болып жатса, просто рекомендовать етсеңіздер болады. Одан кейін тағы қандай продукттер қалды. Енді негізі продукция өте көп қой. Мужской сериялар бар. Анау біздің Бауканың қазір не жүр, мына пенка для бритья ше. Иісі тоже керемет екен. Иісі деген түрі керемет. Тоже алып берсеңіздер болады күйеулеріңізге. Иісі обязательно вам понравится. Басқа да продукция өте көп, қыздар. Жәнегі сериямен болсын, шампуньдардың кератиновый, мысалы, кератиновый шампуньда Анархан. Помните, мен келінім? Ол кератиновый шампуньді мен просто алдым да, сестрама семейге бардым ше, семейге бардым. И айтам ғой, кератиновый шампунь бар, аласың ба деп ше, айтады, ой, мен кератинмен келін қолданады. Сонымен, короче, сол үйге тастап кетем. Оған предлагать еткен, не, я покупаю дорогие, анау мынау деп, біздекінен де дороже кератиновый шампуньмен қолданады. Өйткені шашын кератинін жасатқан, андай жылтырап тұратын ше. Олар специальный сондай шампуньдармен жуады екен. Сонымен қалады ол. Одан кейін барып хабарласып, 3 ба 4 штугын сразу заказ бердім, керемет екен деп ше. Өз как раз кератинға жасап жүрген. Одан біздің кератин, сіздер ойлайсыздар ғой, қымбат деп ше. Кератин шампунь қымбат қой деп айтып жатады. Ол қыздың алып жүрген кератиновый және уходовый шампуньі біздікінен 2 есе қымбат екен. Представляете, просто кейде бір пробовать надо, чтобы көздеріңіз жеткізу үшін проба жасау керек. Не нәрсе болмасын, попробуйте, сосын кейін барып уже өтірік айтасыңдар, шындықты айтып жатсыңдар деп сол кезде айта аласыздар. Қайсысын болмасын, қай продукция болмасын, отзыв айтылғандардың барлығын. Жоқ, басқа чупа-чупс жоқ. Вот сондай. Аяқтаймыз ау шамасы. Уақыт 1 сағаттай сөйлеген сияқтымыз. Мен уақытын да көрмей тұрмын. Отзывпен бөлісетін қыздар бар ма? Все, давайте, қыздар, онда жабам. Ертең бізде маркетинг. Ертең маркетингті директорлерінің арасынан бір қыз оқитын болады. Все, давайте, қыздар, сау болыңыздар. Рахмет дейді. Жақсы, сау болыңыз. 1 сағат нормально. 1 сағаттан асырмау керек и жеткізу керек. Нормасында. Все, давайте, ага. Қайырлы түн.